Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге никотин қышқылының шаштың өсуіне пайдасы туралы айтатын боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, ұнаса комментарий қалдырыңыздар. Бүгін мен сіздерге мына никотиновая кислота деген аптекада сатылады. Осының шашқа қандай пайдасы бар екендігі туралы айтатын боламын. Никотин қышқылының құрамында В дәрумені өте көп. Бұл шаштың өсуіне пайдасын тигізеді. Шашты аптасына 1 рет, 2 рет осы никотин қышқылын шаштың түбіне жағып, уқалап массаж істеп тұрсақ, аптасына 2 рет істесек, соның өзінде шаштың фолликулаларын оятып, шаштың өсуіне көмектеседі. Қазіргі кезде көптеген адамдардың шаштың түсіп, қалай өсіреміз деген проблемалары көбейіп бара жатыр. Соған қазіргі кезде трихолог мамандар, шаштараздар осыны қолдануға кеңес береді. Сіздерге мен қазір осыны шашқа қалай жағамыз, қалай пайдаланамыз, соны көрсететін боламын. Никотин қышқылын шашқа қалай жағу керек екенін көрсететін боламын. Міне былай қапағын ашамыз. Сөйтіп басымызға тамшы қылып тамызамыз былай. Бұл су сияқты. Көзге түсіп кетуден абайлаймыз. Осылай тамызып аламыз да, бұлай уқалаймыз. Шаштың сіңуіне осылай тамшылатып түсіреміз да, уқалап шығамыз. Осыдан кейін шаштарыңыз пытырлап өсетін болады. Бұны аптасына 2 рет істеуге болады шашыңызға. Бұл никотин қышқылының құрамында шаштың өсуіне қажетті витаминдері көп. Олар шаштың қан тамырларына сіңіп, олардың шаштың фолликулаларын өсіруіне септігін тигізеді. Міне осылай бір шетін жағып алдық. Енді мына бетін. Осылай шаштың барлық жеріне тамызып, жағып, уқалаймыз. Қазіргі кездегі трихолог мамандардың өзі осыны жағуға кеңес беріп жатыр. Сіздер де үйлеріңізде
Егер де шаштарыңыз түсіп жатқан болса, осыны пайдаланып көріңіздер. Мен де шаштаразға келген көп клиенттерге осыны совет беремін. Және касторовое масло деген аптекада сатылатын май бар. Ол да аптасына бір рет шашқа, ыстық суға ыдысымен салып қойып, жылытып алып, шашқа жағып, пакетпенен жағып болғаннан кейін пакет киіп, қалың шашықпенен орап қойып, 1 сағат жүріп, жуып тастау керек. Шаштың түптері майланады және өсуіне көмектеседі. Міне осы никотин қышқылын осылай жағамыз, басымызды жумаймыз, осылай жүре береміз. Бұны жағып болғаннан кейін жақсылап былай қолымызбен массаж жасаймыз шашқа. Өздеріңіздің шаштарыңызды осылай жағып, осылай массаж жасап жіберсеңіздер жақсы көмектеседі. Шаштың өсуіне тез әсер етеді. Не осылай шашты жумаймыз, осылай жүре береміз. Болды. Бұның ешқандай иісі жоқ, ешқандай зияны жоқ. Бұл өте пайдалы никотин қышқылы. Міне аптекадан сұрасаңыздар, қазіргі кезде барлық аптекада бар. Для волос деп қойған. Осыны қолданыңыздар. Аптасына 2 рет істесеңіздер болады. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.